қонаққа шақырады дағы, міне Мұхтар Әуезовпен мынау деп таныстырады, отырып сөйлеседі, қараса Әуезов ананың талантын есептеп үйтіп жеп барады біліммен. Сол бір танысқаннан бастап Әбділда Тәжібаев Мұхтар Әуезовке ғашық болып қалады. Енді жаңағыда сіздер Нұртас Оңдасыновты көрдіңіздер ғой, премьер-министр. Ол жерде Ташкенттегі орман техникумына түскен кезде Әуезов 2 жыл оған дәріс берген. Көрдіңіздер ме? Бәрі бір жіптің бойында кетіп барады. Анау-ананы оқытқан, анау-ананы құтқарған, анау-ананы жаңағыдай пойызға салып жүрген, анау-ананы күтіп алған. Бәрі бір қаланың ішінде, бір идеяның ішінде айналып жүрген адамдар. Бізге осының бәрі мектепте бөлшектеп оқытты дағы, бұлардың бәрі бірге келе жатқанын, замандас екенін, бірге қырылысып төбелесіп жүрген біз бүгін біліп отырмыз соны. Енді қызықты қараңыз, Қаншық келді, келсе баяғы Қандыкөлек Алаштың құрамында болған досының абыройы жоқ, 2 жыл түрмеге отырып келген, бәрі Әуезовке жолама деп отыр. Бұл болса төраға ана жерден. Сосын тұрады дағыны Әуезовті құтқару операциясын ұйымдастырады. Қараңыздар қалай жасайды. Міне Абай жолының 42 жылы басылып шыққан нұсқасы, Әуезовті құтқаратын, атағын шығарып жіберетін кітап осы. Ал оны операцияны ұйымдастырып отырған Бейсенбай Кенжебаев. Бейсенбай Кенжебаев Шымкенттің жанында Бөген деген ауылда туған. Сосын 17 жылғы ашаршылық болады дағыны, малдардың бәрін жағдай 16 жылы бірінші дүниежүзілік соғыста Ақпатша тартып алғаннан кейін жейтін тамақ таппай Шымкентке дейін жаяу келеді. Одан кейін 2 рельстің ортасына түсіп 70 километр Арыс станциясына шейін барады да Ташкентке кетіп бара пойызға жабысып алып, бір өзбектің жалшысы болған. Бірақ ол ақша төлемейді да ғой, ненің ақшасы саған? Күніге бір тостақ көже берсе береді, бермесе жоқ. Сонымен бұл жүреді дағыны шпаналарға қосылып кетеді. Сөйтеді дағыны сол шайқалармен өзбектерді тонап жүрген кезінде бір күн вагонда Лепешева тойып алып ұйықтап отқан кезінде Ғани Мұратбаев пен Сақыпбек Сапарбек ұстап алады. Сөйтіп жуындырып шайындырып аппараттағыны 14-ші интернатқа оқытады. Сөйтіп дағыны бұл ойын орысша өте жүйрік ғалым болып шыққаннан кейін бұны Москваға алып кетеді дағыны Мағжан Жұмабаевтың үйіне апарып тастайды. Сонымен бұл Мағжан Жұмабаевтың үйінде 2 жыл жатады. Сөйтіп Алаш рухымен бұл өлердей ауырады. Сосын бұны апарып Әлиханмен таныстырады. Содан 38-39 жылдар бұл Москвада жұмыс істейді дағыны. Репрессияның кезінде үйіне келейін деп жатқанда не болып жатыр деп туған жездесі бұның інісін жібереді. Бейсенбайға айтып, Москвада қалсын, Алматыға келмесін. Страшный репрессия жүріп жатыр. Бет қаратпай атып жатыр, келсе точно атады дейді. Содан бұл 40-шы жылы, 41-ші жылы соғыстың қарсаңында кітап басып шығаратын баспа үйінің зам болып келеді мына жерге. Сөйтіп дағыны бұған біз точно білмейміз қалай тайный встреча болды, құпия бір жерде жиналыс. Бейсенбайға айтқан болуы мүмкін, Әуезовті құтқарасың деп. Сөйтіп дағыны бұның Абай жолы романы міне тұр, Абай деген атпен шыққан өзі. Алаттағы қолжазбаны Әуезовке уәде береді, біз сенің 42-ші жыл кітабын шығарып береміз. Ал оны секретарлар естіп қояды дағыны Скворцов пен Бұзырбаев ол кезде. Идеологияны басқарып отқан. Ол кейін 41-ден 42-ге қараған кезінде авиакатастрофа көріп қалады, оны басқа біреу келеді. Сөйтіп Бейсенбай шақырып алады, сөйтіп мойнын бұрайды. Ана Әуезовке айтыңдар, ешқандай кітабы шықпайды, қағаз жоқ, қағаздың бәрі соғыс пропагандашыларға кетіп жатыр деп айтты дейді. Мақұл енді кабинетте первый секретарьды мысаласады да, иә деп шығады дағыны, үйіне келеді дағыны, біздің қазақтардың қандай кітап оқитын Скворцов білмейді, жерде тұр, бір ауыз қазақша білмейтін атасының басы. Сөйтіп дағыны анау Қуандық Шаңғытбаев деген Ақтөбенің жігітін шақырып алады, ал ол не ол кезде? Жас 22-23-тегі жігіт, өлімнен қорықпайды, ерлік іздеп жүрген жігіт. Шақырып алады дағыны, күніне 10 парақтан көкірегіне тығады дағыны, бараны Алматыдағы пәленше деген кемпірге барасында машина тергізесің дейді. Абай жолы күніге 10-ақ парақтан теріліп отырған. Алаттағыны Бейсенбай редакция жасайды оны. Ана, қол шапалақтап алыңыздар. Көріңіздер ме, операция қалай жүріп жатыр? Нұртас Оңдасыновты Ғани Мұратбаев ұстап алды ма? Маны Ғани Мұратбаев ұстап алды ма? Ал Ғани Мұратбаевтың досы Сақыпбек ана жақта Қарсақбайда райком басшысы болып отыр ма? Бәрі бір топтың мұндай айналып жүрген. Бәрі Қанышты қорғап жүрген жерде Әуезов екеуін. Егер мына екеуі аман болса, бәріміз аман боламыз деп. Себебі ана екеуі гигант. Сосын тұрады да 42-ші жылы мөлдіреп тұрып Әуезовпен жаңағы Абай жолы романын мақтап мынандай мақала жазаттағыны Бейсенбай социалист Қазақстанға мәсаған деп бас жіберді. Кітап шығып кеткен. Сосын ертеңіне разбор басталады. Бюроға Бейсенбайды шақыртады. Көке, сен сөз түсінбейтін бол екенсің ғой, мына неге шығарасың Әуезов деген алашордашыл осындай. Ал бірақ түкті қыла алмайды. Не үшін? Себебі Бейсенбай Кенжебаев оған дейін Москвада, Қазақстаннан Москваға түскен арыздарды қазақ тіліне орыс тіліне аударатын Калининнің личный переводчигі болған адам. Бұл ол жерде тұрған кезде Никита Сергеевич Хрущевтің сәседі мынау. Көрдіңіз бе?
сосын тұрады да айтады, Бейсенбайды қатты қыспаңдар, ана Москвадағы соседіне звондап айтып қойса, сосын өлтіреді бізді. Сөйтіп дағыны Бейсенбайды жай қыспақ қалып жұмыстан шығарады да, ана Шаңғытбаевпенен баспаның кітапты басып шығарған басшысын шақырып алады да, сендерге наказание сол болсын дейді да, екінші дүниелік соғысқа айдап жібереді. Сөйтіп ол бейшаралар қанды майданға кетіп қалыпты. Құдайдың құдіретін қарасайшы, ана Абайдың әруағы қолдады ма, не болды, екеуін бір оқ тимей қайтып келген. Сөйтіп міне майдан қалай қызып жатыр. Енді сіздер бүйтіп ойлайсыздар ғой, біз бәріміз бүйтіп ойладық. 41 жылғы сол заман туралы біздің представлениеміз қандай? Сол заманда кітаптарды оқыған кезде қарашы, ойбай соғыс, бәрі майданға кетіп жатыр, қара қағаз келіп жатыр, әйелдер жылап жатыр, ана жалғыз бригадирлер есірген, ана қыздарға қырындайды, қамшымен ұрады, масақ тереді. Тек сондай ғой. Бірақ ол басқа жақта жатыр, бірақ Алматыда керісінше Қаныш Сәтбаев пен Мұхтар Әуезов мына шансты пайдалану керек деп есептеген. Себебі Сталиннің қысымы 41 жылы бірден әлсірейді. Сөйтіп дінге, әдебиетке, ұлттық батырларды ұлықтауға ол рұқсат берді ана жерде амалдың жоғынан. Себебі халық соғыс керек қой рухтан. Сөйтті, ал жақсы дейді ол өзі ноябрьде сөз сөйлеген кезде Пожарскийдің, Невскийдің әруағы қолдасын деп қорғанған ана жерде, Стекен қорқып кетті. Оны Шаяхметов алып алғанда, мен емес, Иосиф Виссарионовичтің өзі айтып отыр дейді дағыны, жаңағы Исатайдың рухы қолдасын, Кенесарының ханның жаңағы әруағы желіп билеп жүрді. Наурызбай батыр қолдасын деп соққан ана жерде, Панфилов дивизиясын тұрғызып қойды. Сөйтті дағыны, бұлар 41 жыл қазақтар әлсірейді деп отырсыздар ғой. Қазақтар 41 жыл құтырған ана жерде. Боранды күні жаңағы баламен ит құтырады деп. Соғыстың кезінде ең позициясын күшейтіп алған қазақтар. Былай қарапсаң соғысқа адамдар кетіп жатыр, әлсіреп жатқан сияқты. Алып қалған элитаны алады дағыны, ең бірінші майданға кеткен қазақ жауынгерлерінің рухын көтереміз деген сылтаумен айтыс ұйымдастырған ғой. Екеуі. Әуезов соны істеп жүрген. Сөйтіп ана бір аяғы көрде, бір аяғы жерде тұрған Жамбыл Жабаевты әкеп Юрийдің әрнесі қылған, атаманы қылып қойған адам. Сөзі 98-де ме сонда ана кісі. Сөйтіп мынаның артында мына костюмдерді көріп тұрсыздар ма? Алтынмен аптап, күміспен қаптап тастаған жібек шапандарды, мынаның бәрінің ақшасын бөліп отырған Ілияс Омаров. Сөйтіп дағыны Біржан Сара операсын қояды да, Алматыда қазақтардың рухани өрлеу, мәдени гүлдеу дәуірі 42 жыл басталған. Мына Абай жолы шығып жатыр, мына жақта мынау болып жатыр. Қазір видеоны қойшы, қазір көресіздер сіздер ойынның қандай болатынын. Ал 2024 жыл болып мынандай концерт көре аласыңдар ма қазір? Бітті ғой шаруа. Маған дымы да қалған жоқ. Қара үстерінде киімдердің бәрін, костюмдерін қалай тіктірген. Сонда 41 жылы ана халықтың духы түсіп кетпесін деп, нағып құтырып жатыр мыналар. Себебі бақылау әлсіреп кеткен 42 жылы. Қазақтар бақылап тұратын күш жоқ. Аналар айтып жатыр, қайта соғысты пайдаланыңдар мына жерде. Тез күшейтіп алыңдар деп. Сосын ғой жаңағы ана қазақ СССР тарихында сол кезде жазылып жататын Бекмахановтың да келіп давай деп ана Кенесарыны қопарып жататыны, анаған Абылай туралы жазып, ана Абылай туралы кітап жазып жатыр. Бәрі осы соғыстың 4 жылын барынша максимально пайдалануға бұлар жүгіріп жатыр ана жерде, марш-бросок. Жібер келесіні. Бұлар жаңағы мафияны мерден көресіздер енді. Бұл атамандары Ғани Мұратбаев, Қызылорданың Қазалы деген жерінен 17 жасынан бастап, 16 жасынан бастап істемеген ісі жоқ, 20 жасында қайтыс болып кетті. Мынау оның оң қолы, бұл Жаңақорғанның жігіті Садықбек Сапарбек деген. Қазір ұмытылып кетті, негізі өте үлкен қайраткерлер. Міне екеуінің ұстап алғанның біреуі министр болды, премьер-министр, үкіметті басқарып отыр. Бұның өзі орман несінде оқыған, бірақ істемеген нәрсе шығын. Бұл экономия ұйымдастырушы ретінде өте хас талант болған, бірақ балалардың бәрін байланыстырып тұрған бір нәрсе бар.
мыналардың бәрі кішкентай кезінде молдадан арабша парысша оқып шығыстан алған ішіп алған адамдар. мына нұртасыңыз кішкентай кезде 2 жыл молданың алдында оқып түркістанда жыр қисса дастандар бар ғой, мына оқып отырған, соның бәрін жатқа соғып сонымен күн көретін болған. Бейсенбайымыз тура сондай. Бұл кәдімгі мына қазақ әдебиетінің теориясын жасап, қазақ әдебиеті жаңағы 5 ғасырдан бастап ойма жазулардан оқуын енесейдіп, сол кезде айтып жүр, мына Москвада оқып келіп. Қазір жіберіңіздер енді мына 44 жылды пайдаланды. Қалай пайдаланды? Эвакуация болады. Москва, Ленинградтағы ғалымдардың бәрін Ташкенттен Алматыға қарай көшірген кезінде тірлікке Қаныш Сәтпаев араласады. Сөйтіп тағына ішінде Қазақстан тарихын. Сіздер қазір Қазақстан тарихы дегенді оқып жүрсіздер ғой, кешіріп қоярсыздар, 43 жылға дейін, 44 жылға дейін Қазақстанда не жоғарғы оқу орнында, не мектепте Қазақстан тарихын оқытатын бірде учебник болмаған. Соны бірінші рет Қаныш Сәтпаев ұйымдастырады тағына, ана жерде кім бар, ол кезде Әбдіхалықов келеді, сосын Бекмаханов келеді. Соның бәрін жинап алады тағына, кеттік мына шансты пайдаланыңдар дейді тағына. Москвадан келе жатқан академик Панкратованы, Грековты, Дружининді, Вяткинді. Солардың бәрін Алматыға түсіреді тағына, келіңдер айналайындар дейді тағына, ана жерге тарих жазып қоятын себеп сол. Одан жаңа Комаровыңыз бар ғой, көрсеткен, ол да келеді. Солардың бәрін үй жайымен орналастырып, бәрінің жаңағы тамағын бәрін түгендеп, Қаныш жеке үйіне барып, темекіңіз таусылып қалған жоқ па, шайыңыз таусылып қалған жоқ па, зонтигіңіз бар ма, жаңағы макароныңыз бар ма, бәрінің жағдайын сұрап, парикмахер керек па, қазір әкеліп беремін мен саған. Бәрін үйлеріне барып шешіп, тырп еткізбей байлап тастайды аналар 2 жылдың ішінде. Сөйтіп тағына бұлардың бәрі соғыс бітіп, үйлеріне қайтқаннан кейін жайлап тұрады тағына, ана бағана Комаровқа барады. Сөйтіп айтады, көке, біз енді Алматыда ғылым академиясын өзіміз ашып бөлек шықсақ, сіз соған қол қойып жіберсеңіз дейді. Бірақ енді Комаров енді таң қалғанда, сен ең соң Алматыда дым жоқ, дамымай қалған қалай, этажный үйде жоқ, өрде. Сен қалай ғылым академиясын ашайын дейсің, сен күшің жетпейді ғой. Жоқ, көке, сіз бірінші қоя берсеңізші, содан кейін толтырып аламын ғой деп. Енді Комаров әлбетте енді ол енді Қаныштың әбден шайын ішіп қызметін олай алғаннан кейін оған бірден отказ бермейді, бірақ енді бәрібір біздің қазақтың шалдары енді оны қазақша дамытады. Мына сіз Баянауылға барсаңыз, қазіргі Мұса Шорман ауылына, сол жерде жаңағы Алтынбек ағамыздың атын тұпалдың ағасы бар туған, сол кісімен мен дәмдес болдым. Сол кісі айтып отыр, баяғыда Комаровқа барғанда Сәтпаев тапылады, академияны ашу, қасында Шапкошин болған екен дейді. Сөйтіп барып дағы тоқтайды, ол бірден қол қоймайды, оның әлсіз жерін іздеу керек деп достарынан барып, Комаров қандай адам деп айтты дейді. Комаров өте мықты адам, ол академияны ұстап отыр. Бірақ оның Ахиллестің өкшесі сияқты бір әлсіз жері бар, қатынынан қорқады деп айтты. Сондықтан қатынын түсіріңдер деп. Одан Қаныш Сәтпаев оған барып өзіне жаңағыда коньяк береді, алма береді, мата, сата, алдап кейін Комаров келіп жаңағы сенің жаңағы үйің жоқ, анау жоқ деп отырғанда жаңағы әйеліне ымдайды ғой, шымшып жібереді де мәселе шешіледі. Содан Комаров қол қойып береді, мақұл ғылым академиясын ашсаңыз. Оны барады да Ждановқа көрсетіп, ол бұрып кеше тұрады да ақша бөлінеді тағына. 46 жылы шілде айында Алматы қаласында бірінші ғылым академиясы ашылады тағына. Мына қазақтардың бірінші рет әлемдік ғылымның цивилизациясына жалғанып алып, басқа бөтен елдерді өзімен санастыратын, аттан түспей келсең кел деп сөйлесетін жағдайға шығатын кезі 46 жыл академияның ашылғанын естіген. Енді міне ашылып жатыр, қызықты қараңыздар, ана ғалымның салмағына қараңыздар. Мына ашылу салтанаты отыр. Қаныш Сәтпаев ортада как будто бір не сияқты, мемлекеттің президенті сияқты, академияның емес. Шайхметов болса, сол жағында кішкентай бала сияқты. Енді Шайхметов өте саясаткер, мынандай кадровый вопрос өте қатты шешетін талант болған деп айтады. Бірақ не, фундаментальный білім жоқ, көбіне преферанс универ екен. Соны жағы преферанс универгенше бірінші оқысаңшы, сендер ғалым боламын деші деп ұрса береді екен оларға. Бұның оң жағында отырған Нұртас Оңдасынов, ол да жаңағы Әли Мұратбаевтың баласы. Мынау Москвадан келген бір ғалым сөйлеп отыр енді ана жерде. Бұл жерде әуезовпенен артынан бұл өзі қызық. Мына академияға келіп, мына ашылу салтанатынан кезінде 30 күн бойы 40 күн той деп, баяғы заманның ертегісі сияқты келгендерді әдейіге 7 күн тойлаған бұны. Бірінші күн Біржан Сараны көресің жаңағы спектакльде, одан кейін сен Қыз жібекке барасың, сосын Ертарынға барасың, сосын Талым кетегіне барып қымыз ішеміз, сосын ет асамыз. Өздер 7 күн бойы олар не үшін ұстап отырады? Бәрімен қазақтың ғалымдарының арасында қарым-қатынас орнатып, аналардың бәрін жүректерін жаулап, аналардың бәрін өле-өлгенше Қазақстанның интересіне жұмыс істейтін қылып, аналардың көкіректеріндегі неге жайғасып алу керек, құрметті орынға. Сол кезде ғой жаңағы оң қолы хозяйствоны басқаратын Көкежан аяқ берген шақырып бар анже пәленжеген совхоздан 10 тонна жүндалды Москваға апармаған шоғайландырып. Қаныш Имантаевич, не істейміз оны, сен не істейсің, не алатын барса сіз деп Москваға 10 тонна жүнді апарып, мына өте шығар деген матикалға айландырып алып келіп, рулон кесіп,
бәрі 7 күн тойлап болып, ал енді жабылу салтанатына келген кезде, ал құрметті қонақтар келіңіздер шығарып салайық деген кезінде Сәтбаев сахнаға шығып, орамал том болмайды, жол болады деген қазақта жақсы салт бар. Енді сіздерге атыңыз етін шаман жоқ, өзіміз бүгін ашылып отырық, бірақ оның орнына орамал беремін деп, ана алғандағыны мына үйлеріңізге барып пальто тігіп киесіздер деп алғандағын бәрінің мойны. Енді ол академиктер ғой, мата сата түкті қызық емес, керегі жоқ қой. Бірақ салт дәстүрдің, ритуалдың бұның трансцендентный мәні болады. Ана адамның жүрегінің ішіне өтіп кетеді ана зат. Сөйтеді дағыны 10 метр матаны Сәтбаев берген деп тастаймын. Құдай біледі деп айтайын, сол академиктердің қазір немересінің үйіне барсаң, сол атасынан қалған матаны әлі бір сандықта сақтап отқан шығар, іздесең тауып аласың соны. Пәленбай академикке таратқан. Содан тымды шаруасы, енді бұлар шапан киіп алды қазақтардан. Сосын Сәтбаев тұрады да, мен артынан балдарын жібереді. Пәленшеевке барасың, түгеншеевке барасың, мен айтты дейсің деп. Аналарың ба, о, Сәтбаевтан келдің ба дейді дағы, бәрін жағдайын жасайды дағы, ғалымдарды печаттаған кәдімгі отырып алды. Инкубатор кеткен. Енді келесін енді жіберіңдер. Так, академияның алттағыны сартыдатып ашып, бәрін шығарып, 7 күн тойлап, бәрін ауыздарын майлап қақылды ғой енді. Бірақ соғайын десе, не бульдозер жоқ, не ештеңе жоқ, не сәулеті жоқ, Францияның ескі зданиясын тойлап қарап кетті. Не істейміз деген кезінде қасында Бөкежан тұр, айтты, тоқтай тұр. Ана біздің Алматыдағы Абай атындағы опера балет театрын көрдің бе? Қандай сәулетті әдемі ғимарат. Соны шусыз соққан. Оны кезінде Темірбек жүрген алып келген. Мені проектіне Одессадан. Сөйтіп дағына ана Ленин мавзолейін соққан. Шусыққа барамыз дейді. Ол көне ма? Ол 46-шы жылы енді бәрі қираған қаланың бәрін тұрғызып жатыр деген кезінде тоқтай тұр дейді. Телефонмен шешмейді, оны бару керек дейді. Сөйтті, Шусықтың кабинетіне барады. Барсам, мына көкеміз отыр. Секретаршысына айтты, Сәтбаев келді деп айтты. Келеді сізге Сәтбаев ойбай орнын атып тұрады, кірсін. Сөйтсе, оны Вавилов звондап айтып қойған. Кірген кезінде мынау аузынан қағынады өзі. О, Қаныш Имантаев, сізді көру арманым еді, пәлен Москвадағы ғалымдардың бәрі, Ленинградтағылар жатса тұрса, сізді аузынан тастамайды. Сіздің қалай қонақ күткеніңізді, қалай сіздің жағдайын жасағаныңызды, бәрін әлімге дейін, не только что Россияның ғалымдары, халқы сізге қарыздар деген кезде Сахитов сөзіне ұстайды. Айналайын, дұрыс айтасың, сол қарызыңды сұрауға келдім дейді. Сөйтіп аны деп тұрып қалады деймін, қарызды не істейін дейді. Осылай мен академия ашамын, маған проект сызып бересің дейді. Сосын бойыңызда пісіп жетілген бар ма дейді. Мен мынандай қыран құс сияқты болсын дейді. Қазір жіберші келесін енді. Неге қыран құсқа бар? Мынау қыран құс ұшып келе жатқанда Сәтбаевтың сызған проектісі. Екі қанаты болсын, құйрығы болсын, осындайда мынандай тұмсығы болатын болсын. Бұл қыран кейін айланып Қазақстан туынан бірақ шықты. Көрдіңіздер ме? Енді артқа қарай қайт. Екінші қандай проект ұсынасың дейді. Сіз біздің Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи мавзолейін көрдіңіз ба дейді. Көрдім, Ташкентке барғанда мынай соққан дейді. Көрсең, тура соның кіреберсін маған айнытпай пародный фото жасап бересің дейді. Мақұл дейді дағына, айнытпай істеп береді. Қарашы, екеуі бір дейді. Бірақ, қол соғамызды. Мынаны шығыс стилінде соғылған осы уақытқа шейін артынан жүз өтіп жүріп қалмады да. Қалай байқамағанбыз сонда. Сәтбаев бар ғой, қызды-қызының қатты кетіп, мынаның төбесін купола қылған ғой. Қой, мынау мен чересчур алып тастаған. Медресеге ұқсап бара жатқан ғой мынау енді. Қанеке жай деген ғой. Содан бұл қазір ЮНЕСКО-ның несінде екен, тізімінде екен. Өйткені өте уникальный соғылған, әлемде өте сирек кездесетін ғимараттардың бірі. Төрт этаж болсын, подвал болсын деп бәрі айтқан. Одан кейінгісі, тағы не элемент қосайын дейді. Ішіне кірген кезінде, осындай отыратын залында қазақтың киіз үйінің шаңырағы бар емес пе былай дейді. Сондай істеп бере аласың ба дейді. Шусып сіз айтсаңыз істеймін дейді. Мен саған дейді, мынандай көрдіңіздер ме, шаңырақ істеп тастаған. Киіз үйдің іші ғой. Егер Алматыға жолдарыңыз түсіп жатса, жаңағы медеуге барайық, андайға барайық, жаңағы китайский ресторанға барайық деп машқара болып жүрмеңіздер. Академиялыққа барып, мынаны көріңіздер бұл жерде. Келесі. Так, енді бітті. Ана жерден аладағыны енді нені кесті. Шусып болды. Сызып беремде ол сызып жатыр. Простаков деген программа бар. Сол күтіп жатыр. Алматыда соған беріп жіберемде ол ант өшті. Енді ары қарап ана соғайық десек дейді. Бөкежан айтады. Соғыстан кейін 46 жыл Қазақстанда құрылыс жүргізетін машина жоқ. Бульдозер жоқ, самосвал да жоқ, кран да жоқ, ештеңе де жоқ. Ал бұл баратта өкіметпен өте жақсы. Бараттағын Нұртас Омасовпен Шаяхметке бараттағына Академ Трест деген, строй деген өзі трест компания ашып алды былайша айтқанда. Бірақ компанияның құрамында бір тракторист те жоқ. Сол тұрады бұл таңғалып қызықсыз Қаныш Имантаевич, неменеге шығарамыз? Бірде бір жұмысымыз жоқ қазір. Еш сасқа кеттік, Долгополовқа барамыз дейді. Ол не десе, ол сенің должностьта отырған адам дейді. Қазақ Сырғылым Академиясының
шаруашылық бөлімін бөпежан аяпберген басқарып отырса, Сырғылым академиясының шаруашылық бөлімін Долгополов басқарып отыр. Екеуі бірдей қызметі. Жүрме сен таныстырамын деп алып барып, мынау ойлайды, айбай, қазір 46-шы жыл соғыстан елдің бәрі азып тозып быт шыт болып жатыр. Қазір енді отырады тағын, енді 40 сылтау айтады. Қызықты қарасайшы, есігінің алдына тұрып тағын, Сәтбаев келіп тұр деп айтты, бірден кезексіз кіргізіп жіберді, ішіне кіріп келіп, мына Долгополовыңыз соны бөпежан жазып, о төрде отырған орнынан тұрып, о қазақтар келді деп жүгіріп келіп амандасқан, жүгіріп келді. Сөйткен дағыны анан қолын алып тұрып, ой Құрмай ғылым академиясын ашып жатыр екенсіз, Қаныш Имантаевич, құтты болсын, бек қуаныштымын, осындай әкем көрсе жылар еді мұны, ұлы Абай көрсе бұны тебіренер еді деп. Сонда айтам, Абайдың не қатысы бар, оның әкесі не үшін жылау керек, мен қызықтың көкесі. Сол отырған чиновник Долгополовтың әкесі Абайдың үйінде ссылкада жүргенімізде қонақта болған, ол саяси тұтқын болған, айдап жіберген Сібірге, неге, Семейге. Сосын кітапханада Абаймен танысып қалғанда, Абай жүрмесең қызға әңгіме айтып берейін деп айналып келген. Сөйткен дағыны ана жерде тобықтылардың балғымызын беріп, етпен баптап, ішіндегі әңгімесінің бәрін суырып алып, ана шығыстың даналығын салып, одан соң симпатия пайда болады да, келгеннен кейін ол баласының құлағына құйып кеткен, бала осындай, мына жақта қазақ деген халық бар, ертең өсіп өніп оянып жатса, барын даяма жаным, барын даяма деп өліп кеткен ол өсиетін айтып. Сөйтіп дағыны не керек дейді, маған 50 самосвал керек, 4 бульдозер керек, маған кран керек деп көрсетсе, списке қарап, Қаныш Имантаевичтің әлі аз қоссаңшы деп айтты. Онда әкелін әсіген сметаны мынандай жазған, алғанда тақып печатырақта болды бара берді. Келгеннен кейін 2 аптадан кейін Москвадан бір эшелон зат келеді. Сөйтіп дағыны, мәсаған дейді дағыны, таң ғажайып әлемде жоқ, жаңа ғылым академиясын соғады да, қазақтардың дүркірейтін кезі сол кез. Ғылыммен ғана көтерілесіздер, сразу айтып қоямын. Кеттік ары қарай. Мына аталарың басы қазандай болып отырмын академияны ашып алып. Ана Нұртас жасын довольно күліп отыр. Деп қойып. Ана екеуі бастарын изеп бейшара, ана құдай біледі, ана арбап отырған шығар, ана қанекең қайдағы жоқ нәрселерді айтып. Өйткені Сәтбаевпен әңгімелескен адамдардың бәрін жындырып жібере беретін болған жай. Әуезов айтпақшы, Сәтбаев сөйлеп отқанда біз түсінбейміз не айтып отқанын. Иә дей береміз дейді. Біз әдебиеттен басқа жоқ қыламыз, бәлем бәрін білдік дейді ғой. Отырысынан көрініп тұр да ана. Біртүрлі қояды былай қарасаң ана жерде. Сәтбаев балаға не айтқысы келіп отыр екен деп ойлаймын. Міне енді командасын жинады, міне енді майдан қызады енді. О Сәтбаевтың уже армандары жүзеге асып, зданияны соғып алды, командасын жинап отыр, ортасында ана арыстанның арбағына ұқсап отырысын қарсайсың. Ана келсең кел деп. Мына қазақ қасына, мына әуезовті көріңіздер ме қасында отырған? Өңшең қазақтарды жинап, ал қазақтар оқымаған ғылым болса, орыстарды алып келеді дағына, Нұртасынова оңдасын хат жазып жатыр. Нұреке, мына ғалымдарды, қазақ кадрларын оқытып өзіміздің ғалымдар дайын пісіп жерілгенге дейін жіберме, квартира бер, қазақ Сырғылым академиясының жағы толыққанды мүшесі деген атақ берейік, үйтіп байла, мата жіберме мыналарды деп. Сөйтті олардың бәрінің қасына қазақ кадрларды қосып тағыны, давай мынаны үйрет дейді, бәрін мойнына жүктеп, аналардың қасына тек кадрлы саясат жүргізеді. Сондықтан біраз уақыт ауысқаннан кейін ол жерде орыстар жоқ, тек қана қазақтар қалады. Көрдіңіздер ме? Саясатты қалай жүргізіп жатыр ана жерден. Жібер келесіні. Так, бірақ, міне енді қаралы заман болады. Осылай гүлдеп келе жатқан кезде бұлардың үстінен арыз жазып жатыр, Ілияс Омарұлын лақтырып жатыр, жыртып жатыр. Мен осы кітап жазу барысында бір архивте отырған әйелге айттым, Қаныш Сәтбаевтың үстіне жазылған арыздарды жіберші, мен көрейін дедім да. Құдай салмасын, анау жіберіп жатыр, мессенджерге жіберіп жатыр. Магараки бір 6 жасар бала қазір бүкіл өмірімді Қаныш Сәтбаевтың үстінен жазылған арыздарды оқуға арнайын десе бар ғой, сол 100 жыл болмаса соны оқып біте алмайды анадан. Арыздың көптігі соншама, тіпті арасы интервал 2 аптадан жазған. Сосын ішінде мен кітапқа әшін кіргізейін деп, ең қысқасын алғанда 10 бет. 30 бет, 35 беттен жазған. Бұл түкке тұрмайтын майда шүйде нәрселердің бәрін тізе берген. Бұл руы арғын, үйткен, анау әлкей бар, оның күйеу баласы, анау деген земляға, анау деген Баянауылдың бәлен жерінен, бұл ананы бәлен жердің ағасы атылып кеткен, оны құдай білген Жуанов деген осындай 37 оны туған інісі Ахмет, оны бұл алыптағын Алаш болғанда қарамастан бірден академия, анау деген Қожа Мұхтар деген ол деншіл, ол бәрін жаза берген, ол біте алмайсың, түбіне жетпейсің. Біраз бір 15 арызды оқығаннан кейін шаршап кетті, қойшы өйткені айдандырып жаза берген. Бірақ ол арыздың бәрі өтпей тұрған жерден.
Сосын бұлар тұрады дағыны, қазақтар бізді ақымақ қылып отыр, күшейіп бара жатыр, не істейміз дейді дағыны. Бұлар сол жерге Храмков деген шпионды арнайы жібереді. Ол келеді дағыны біздің идеологиядағы бөлімге басшы болып бір бұрышын жайғасады. Сөйтеді дағыны, ал енді Қазақстанның ішінде не болды, не қойып отқан қайдан білесің сен? Давай маған енді информация сливать етіңдер дейді. Сол кезде ана Бекмахановтың қол астында отырған Шойынбаевпенен жаңағы Хадиша Айдарова, Хадиша Айдарова, біреу ана Яков деген, біреу ұйғыр, біреу қазақ, біреу орысты әдейі интернационал таңдап алды, бірақ олардың үшеуі жазбайды, конечно, оны Озеров деген Правда газетінің тілшісі, қасында Черниговский солар. Сөйтіп екеуі келіп алады дағыны, давай дейді, Қаныш Сәтпаевтың үстінен баяғы ана өтпей жатқан арыздың бәрін маған қарай төгеді мына жерде. Олар тұраттан мынандай арыз алады да, енді бұған дейін Алматыдан ары қарай өтпей тұрған арыздың бәрін алып Москваға айдап жіберді мәселен. Сөйтіп олар алып одобрение береді дағыны Правда газетіне. Жалпы мынаны Правда газетінің шыққан күнін Қазақстандағы траурный день деп қазақтар бір күн аза тұтса болады негізі. Себебі ғылым академиясындағы бірінші біздің тоқтауымыз осымен байланысты. Негізі бұны біздің мектепте оқытпайды да, студенттер де анау не ма 50-ші жылы Правда ма деп сөйлейді. Мынау негізі бомба кәдімгідей. Сөйтіп 24 декабрь күні Қазақстандағы маркстік тарихтың даму бірнәрсесі деген өтірік бір мақала. Мен ойладым, ана мақала бәрін қырып жібергенде сұмдық нәрсе жазылған екен деп. Оны тақтырып алып оқысам, түк жоқ ананың ішінде. Айналып келіп Қазақстан тарихы дұрыс бағытта дамып жатқан жоқ, маркстік бағытта емес. Кейінгі кезде жаңағы Кенесарыны жаңағыдай ұлықтайтын бір тенденция пайда болды да, ол негізі ондай емес еді, ол ескішілік деген түк жоқ басқа. Бірақ сол мақала жетеді. Ол мақала емес, ол уже соттың үкімі деген сөз. Сөйтіп мақала шыққан кезінде анан Ильяс Омаров орнынан тұра алмаған қоққоздан кәдімгі бітті тындым алып. Сөйтіп жүгіріп Шаяхметовтің кабинетіне кіріп айтады, дереу Бекмахановқа адам жібереді, Әбдіхалықты жібереді, ана бүгін кешірім сұрап бәрін опровержение берсін деп. Ал ол Бекмаханов ештеңеден хабары жоқ, тарих сабағынан беріп шықса елдің бәрі шошып қарап тұр, мына жұртқа не болған деп үйіне келіп тамақ ішейін деп жатса, Әбдіхалық келіп тұр, көке Правдаға шықса, не деген шықса деген ғой. Өйткені ол репрессияны көрмеген, ол Воронежде оқыған ғой. 37 жылы Воронежде оқып жүрген кезде репрессия алматыда өтіп кетеді, ол біткесін келеді 41 жылы. Сөйтіп ғылым ғой ол ерегісіп отырып алған Бекмаханов. Қой, мен опровержение бермеймін де, көке, ертең соттайды бәрімізді, сен бір өзің кетпейсің, бәріміз паровозбен кетеміз қазір. Содан кейін барып қауіпті түсініп, бұл одан кейін жаздым, жаңылдым, ойбай менікі дұрыс емес екен деп кешірім сұрап жатқан кезде қайда уже процесс күшейеді дағыны батырлады, бәрін қырады ана жерден. Содан бұны бірінші кезде қайта ана әлі Шаяхметовтер былай бермей тұрды ана қатты соттатпай. Орнынан кетіріп, компартиядан шығарып, Нарынқол ауданына академикті өздерің білесіз, ғылым докторын Нарынқол ауданының 7-ші класына тарих пәнінен сабақ беретін мұғалім қылып қойған бұл. Сосын сол жерде сабақ беріп жүрген кезінде Қытаймен шекарада бұндай саяси сенімсіз адамға өмір сүруге болмайды деп Жамбыл облысының Новотроицк деген ауылына лақтырып жіберді. Сол жерде жатқан кезде Москвадағы ғалымдарға ғылыми руководитель жолығып келем деп бұл жасырын пойызға мініп кетіп қалып, қайтып келгеннен кейін бір стукач айтып қояды да, сосын бұл 25 жыл айдайтын себебі сол сібірге. Бірақ бұл ұзақ отырмайды, 1 жыл 5 ай отырады, бірақ 1 жыл 5 ай отырып. Сталин өлгеннен кейін сразу шығарылады ол бұны. Бірақ бұл туберкулез жұқтырып алатынын келгеннен кейін 10 жылдан кейін өліп қалады. Көрдіңіздер ме? Ал бір шетінен бұның осыған байланысты болып жатқан себебі бұл 46 жылы ғылым докторын Москвада қорғаған кезінде қорғауға Бауыржан Момышұлы мен Қаныш Сәтпаев лично өзі екеуі отырып қатысады, ана жерде дух беріп отырады. Біткеннен кейін бәрі қол шапалақтап болды, докторын алып болдыңыз дегенде Сәтпаев тұрып жұрттың көзінше, Бекмахан, сен Қазақтан шыққан тұңғыш профессионал, тарих ғылымдарының докторысың, сенің дипломыңа шашуың болсын, кешке ресторанға 25 досыңды ертіп кел, дастарханда өзім отвечаю деген. Көрдіңіздер ме? Арыздың қалай жазылып жатқанын? Бір-бірімен байланысты. Бірақ бұны земляга деп кескен, ана өзің Баянауылдың айтпысы өте уникальный адам ғой, бұның руы төре болып қалады да, Құдай сақтап қалады бір шетін. Егер мынауды арғын болса, өше тынды. Кетті жібер. Одан кейін Қажым Жұмалиев, Есмағамбет Исмаилов екеуі торға түседі. Сол кезде мына қиыңыз, мына Қажымды не үшін айыптап жатыралар? Бұл бәрі батыр, қазақтардың духын көтереміз деген дағыны мектептегі тарих пәнінің оқулығына Кенесары туралы жырлардың бәрін кіргізіп тастаған мәсаған. Сосын бұл содан тұтылады. Анау Бекмаханов туралы монография жазды, мынау әдебиетке кіргізді. Мынау сіздер қазір естеріңізде ме? Қазақстанна балама ертегі оқытам деп ертегі аласыздар да, қазақ ертегілеріне көңіліңіз толмайды. Европаның ертегілері дамыған, күшті, әдемі болып тұрады ғой. Олай болатын себебі ертегілерді дамытып, Ханс Кристиан Андерсеннің деңгейіне дейін көтереміз деп
Онымен Есмағамбет Исмаилов айналысып жатқан. Сөйтіп дағы мынау да қазақтардың рухын көтеріп жатыр. Ертегі деген апасының бала сонымен өседі дейді дағы мынаны 25 жыл айдап жіберіп. Сонымен Қажым Жұмалиев екеуі 25 жылын арқалап кеткен кезінде айналып барып Иркутскідегі алтын қазатын рудадан Бегмаханов екеуі бір нардан шыға келген. Екеуі бірге жатқан бар. Сөйтіп өрден Бегмахановтың үстіне арызды Бекшілеметке келеді, үш қазақ бірге түсіп, бір күн біреулермен төбелесіп кеткен кезде бұлар алла деп төбелесіп, әруақ деп айқайлап, ол шешендер естіп қойды. Сен не деп айқайладың жаңа алла десе, біз де мұсылманбыз деп, бізде Шамил деген батыр болған білесің ба десе, тоқтай тұрып Бегмаханов кетіп келген, мыналар Шамил туралы айтып берші, тарих жоқ академик. Отырғанда шешендерге Шамил туралы 2 сағат лекция оқып, шешеннің көзін ашқан ғой, аналар болды, біреу тисе маған айтып, соны үшеуі король болып кетеді. Қызық вообще тарихтары. Қайтып келеді жібер келесін. Так, сол кездегі мына Ахмет Жұбанов, бұл да Қаныш Сәтпаевқа өте адал берілген, маған академик атағын бірден беріп тастаған, бұған жағы ән күй жырдың бәрін жинайсың дейді. Бұны 50-ші жыл ма, 49-ші жыл ма Сәтпаевтың туған күні біткеннен кейін тойлап бәрі болғаннан кейін сөйлеп тұрғанда біреу Сәтпаевты білеміз. Жаңағыдай кезде өзінің туған күнін тойлап мемлекеттің ақшасын далаға шашып жатқан кезінде Ахмет Жұбанов тұрғанда ақтөбенің жігіті ғой горячий кровь. Сен не дедің жаңа бергеш кеше Сәтпаев елуге толған кезде араққа тойып алып жасасын Сәтпаев деп айқайлап тұрған сен емес пе дегенде жоғалып саған Әуезов екеуіңе академик атағын просто так бере салды, сен сол үшін Сәтпаевты жақсы көресің дейді. Сол мынау тұрады да ұрып сабап академияның ішінде ананың ауыз басын қан қылып қарады да НКВД-ға ол арыз береді. Мынаны таскать ететін себебі сол. Сөйтіп бұның қашайын десе Москваға ақшасы жоқ, Әли Шәріп келіп жолын ақша тауып беріп Москваға қашып кетіп, сол жерде Пекин деген ресторанда дирижер зорлығын көріп жүреді. Біреуі Қайым Мұхаммедхан, ол сотталып кетеді 25 жылға абай зерттеген үшін. Көрдіңіздер ме? Мынаның бәрі Қаныш Сәтпаевтың тірнектеп жүріп жинап, әрқайсысына 180 квадрат үй соғып беріп, бәріне министрлерден 2 есе көп жалақы алатын айлық тағайындап, бәрін жұмыс істетіп жатқан кезінде мына келеді дағы бомба түседі дағы бәрі жан-жаққа қашатын кез сол кез. Енді жібер келесіні. Так, ендігі тұтылатының біреу Мұхтар Әуезов, қызықтарыңдар. Мұхтар Әуезов ән ұстаймыз, үн ұстаймыз деп отыр ғой. Сәтпаев Москваға қашпай, мен кететін болсам қазір, мыналар вообще аямайды дейді дағы, ол авторитетін салып қорғап тұрып алады біразға дейін беріспей. Бірақ Сәтпаевыңды да, Әуезовыңды де олар издеваться етеміз дейді дағы, мынандай жиналысқа салған кезде 51-ші жылы. Сенесіңдер ме? Соған дейін атақтар дүркіреп, кімсің Әуезов болып тұрған бар ма? Кімсің? Сәтпаев осындай жиналысқа алып келіп Алматыда. Мынандай сауыншы, қауыншы, әше колхозшылар бар ма? Үшірім-пүрімдерді, соның бәрін жинап әкеп, мына екеуі байдың құйыршығы, анау Имантай бидің байдың ұрпағы, мынау Қожа деп, екеуі жиналысқа салып, ауыздарына келіп оттайды, сөйтіп боқтайды. Сол кезде мыналар тұраттаған, олай емес қой, былай ғой дейсе, бәрі издеваться ысқырып, пол текпілейтін болған ана жерде. Сөйтіп екеуі мазақтап, жиналыс біткеннен кейін барып кет деген ғой. Сөйтіп есіктің алдында екеуі бөпе жинайтын, қасында мен тұрмын дейтін көмекшісі ғой. Оған дейін Әуезов пен Сәтпаевтың қолын алуға таласатын ғалымдардың бәрі қашып жоқ болып кетті дейді ана жерде. Соны енді Мұхтарға қарағанда Сәтпаевтың жүрегі жұмсақ еді дейді. Шыққаннан кейін Мұхтар недовольный болып тұрды деп еді. Қаныш жора жолдастар қайда кетті деп айтты дейді. Қаныш түсініп қойды дейді. Мұха пенде ғой, пенде болғасын болады да қойсайшы деп айтты дейді. Енді өкпелеме деген ғой, адамның басына неге. Шынымен де бұл кейін солардың бәрін кешіріп, Қаныштың кең қолтықтың болған арқасында аналардың бәрі қайтып келеді ана жерге. Енді Ілияс Омаров. Сонымен енді Омар кімді Мұхтарды ұстаймыз деп отыр ғой. Сонда больницада ауырып жатыр 51-ші жылы. Ілияс Омаров қасында 2 шәкіртімен несімен замымен келіп сөйлесіп отыр. Сіз президенттіктен өз еркіңізбен кетемін деп арыз жазбайтын болсаңыз, жағдай өте қиын. Мыналар что-то біраз адамдарды құрбандыққа береміз. Егер сіз сотталып кетіп жіберіп қалатын болсаңыз, вообще президентсіз қаламыз дағы академия құлайды, соны біз ел болмаймыз. Сонда Сәтпаевтың айтып отқан сөзін қарашы. Сен мені қоя бер дейді, мен өлем ба, өлмеймін ба, ода шаруам болмасын. Бәріңе айтамын дейді. Әуезовке сақ боласыңдар. Егер айтпады демеңдер, осыдан Әуезов ұсталып, сотталып өлетін болса, кейінгі қазақ халқы сендердің беттеріңе түкіріп қарғыс айтады деген. Себебі кейінгі қазақ халқының рухын, жалын жігерін, сөздің құдіретін, сөздің киесін Әуезовтен басқа ешкім ұстай алмай қалған. Одан басқасын бәрі партияға беріледі. Әуезов қызықтарыңдар, бұлардың бәрін жақсылап тұрып лақтырған, коммунистік партияға сол кірмей кеткен адам. Қарсы. Үші Ленин туралы, Сталин туралы Маусский роман жазып беремін бәрін алдап кеткен. Принципиально. Сөйтіп бұл Москваға қашып құтылаттағына Ломоносовқа барады да бірден жұмысқа тұрып кетіп, бұл Шапошевтың көшеде случайно жолығып қалып, Әбіш Көйтісұлы мұқадеп бұны алып барып киіндіріп қайтадан бұл капитан мұғалім болып кетеді. Ал біреу Ілияс Омаров оны жұмыстан шығарып жібереді. Бітті, Криша кетті жұмыстан. Сөйтіп бұны Құдай сақтап, соғыстың кезінде
Москвадан келген әртістердің бәрін жағдайын жасаған. Сол Улановамен жаңағы тағы біреу барады дағыны, ана Митранин ба кім соған барып осындай Ильяс Омаров жұмыс отыр дегенде партияның школаға келсін деп Алматыдан Москваға қашып кетіп 4 жыл соқта партияның оқуын оқып Сталин өлгеннен кейін ғана қайтып келеді бұлардың бәрі. Сонымен алдында жарқырап дүркіреп Біржан Сара операсын қойып алып қазақтарды құтыртып отқан дух бір уақытта бір ғана Правда газетінен шыққан мақаланың кесірінен бірден тоқтайды да ғалымдардың бәрі. Бұл сотталып кеткен жетеуі Бөкейжанның өзін 10 жылға соттап жібереді да, бір ағасы барып соттасып қайтып 2 жылдан кейін шығарып алады оны. Қалған екеуі залогия институтына сотталады, олар ақша жеген деген айыппен жібереді. Барлығы 7 адамға сотталады бұлар. Енді қараңыздар, келесінен жіберші, Бөкейжан деп отырған, красавчик, оң жақ шетте отырған әдемі, бұйра шашты. Басқа жеке түскен суреті жоқ. Сол Қаныш Сәтпаевтың қасында жүрген Баянауылдың жігіті 20 жыл, 25 жыл қасында жүрген академияның құруға өте белсенді қатысқан, жаңағы Долгополовпен, Шустовпен сөйлесетін кезінде қасында қарап тұратын осы. Мына көптеген құпия ақпараттардың бәрін осы біледі. Бірақ бұл ақпараттың бәрін 94-95 жыл ғана шығарған. Не үшін екенін қазір айтамын. Жіберіңіздер. Так, енді қысып жатыр ғой, мына кісіні қараңыздар. Мына Кассин, бұл атақты геолог, бұл карта сызатынның мәстері болған. Бұл 41 жыл жазда мына Қарағанды облысына келеді, Қарағанды маңайында жерді ақтап төңкеріп зерттеп жүрген кезде соғыс басталып кетеді дағыны, Ленинградский блокада басталады. Сөйтіп Ленинградтікі ғой. Сөйтіп бұның әйелі қоршауда қалып кетеді. Енді үйіне қайтайын десе қайта алмайды, немістер басып келе жатыр. Содан бұл Сәтбаев естиді, Кассин Қарағандыда жатыр деген. Алматыға алдырып алады дағыны, менің учениктеріме карта сызып үйретесің дейді. Бұл айтады, мен үйрететін едім саған, бірақ мен көңіл күйім тыныш емес дейді. Неге десең, блокадада мен әйелім алып кетіп уайымдап жатырмын дейді. Еш саспа дейді дағыны, бұл барады дағыны, Нұртас оңдасын айтады. Ленинградтан барасында Кассин әйелін әкеліп бересің. Ол кезде Ленинград қоршауға түсіп, қыстыңғы күні Ладога деген көлмен ғана машиналар қатынайды, и то оны ана төбесінен самолеттерге бомбалап жартысын батырып жіберді оны. Соны пәлен деген адресте Кассин деген ғалымның әйелі үйінде, аштың үйінде отыр ананы. Соны жіберіп Сәтбаевтың заказымен квартирасынан тауып, ана әйелді алып, одан пойызға салып, Алматыға келіп, Сәтбаев алып барып, міне әйелімді қолына ұстатқан кезде мұны жылап жүрген ана жерде, рас көтеріп келеді. Содан бұны Сәтбаевқа көңілі құлайды дағыны, соғыс біткеннен кейін бұл кетпей қойған. Алматыда қалып қойды, Сәтбаевтан кетпеймін қарыздарыммен оған. Сөйтіп 51 жылы күзде ғой деймін. Мына Сәтбаевтың үстінен арыз жазу өте қиын болады. Қиын болатын себебі мына геологияны түсінбейді ана мақалалар НКВД. Мемлекеттің ақшасын далаға шашты, мынанша бұрғыл кетті, анау есептеу керек қой, оны есептеуге ми жетпейді оналардың. Сосын Кассинге келеді да, Сәтбаевтың үстінен арыз жазып бер деп қинаған мынаны. Сосын Таисия айтады әйелі, түнде есікті қақ дейді, 12-нің кезінде. Есікті ашып қалсам, Кассин келіп тұр дейді, түрінен тұрғанмаған, әбір жүріп, бетінің қаны тартылып кеткен. Не болды десем, НКВД-ға бардым, күні бойы мені қинады, Сәтбаевтың үстінен арыз жазды. Сонымен айтты, дендерін салдым, қайтып жасам, мен әйелін құтқарған адам осымен. Содан сөйлеген вареньемен шай береді, үйтеді, көңілін басып, түнгі сағат 1-де ме бұны шығарып салады. Жарайды, ештеңке қылмайды, енді ердің басына не келді, не кетпейді. Үйіне барады да, жүрегі ауырып құлап, 2 күннен кейін өліп қалады. Содан бұл Кассин Сәтбаев үшін өліп кеткен адам. Жалпы естеріңізде болсын. Так, бұлардың бәрі не үшін қырып жатыр дейсіз? Себебі қазақтың рухы және уақыт кіндігі шығыс даналығы дейді. Бұлардың бәрі жиналып алады дағыны, енді қазақтың рухын көтереміз дейді дағыны. Сіздер мен біздер менсінбейтін нәрселер бар, кері қарай жұмыс дейді. Бәрі санамақ, тақпақ, жаңылтпаш, жұмбақ, ертек, қисса, дастан, ғазал дегенде бәрін жиналып 43 жылдан бері бұрқырап шығарып жатыр. Ал уақыт кіндігі деп отырған ол Карл Ясперстің жасаған теориясы. Яғни әр заманда сен қай заманда тусаң туа бер, уақыт пен кеңістікке тәуелсіз, уақыттың кіндігі осінде айналып тұрған адамгершілік деген ілім болады ана жерде. Өзіңді өзің танысаң, Құдайын танисың деген болмаса, сенің дінің не түсіндірші бір ауыз сөзбен десе, өзіңе жасайтын жақсылықты, өзіңе тілейтін жақсылықты елдің бәріне тілейсің, өзіңе тілемейтін итікті ешкімге тілемейсің деген бар емес пе? Сол теорияны бұлар дамытып жатыр. А ол бітті уже. Сен уақыт кіндігіндегі насихатталып тұратын адамгершілік ілімді, золотой закон религии дейді ғой, діннің алтын қағидаларын насихаттап қоғамға ендіретін болсаң, болды, бітті. Халық демді жарыққа қарай шығып кетеді. Сондықтан бұларды мына қазақтар күшейтіп барады, мына құртыңдар деп талқандаған кезінде, көрдің ба, геологтарына онша тиіспейді, экономистеріне тиіспейді, математиктеріне тиіспейді. Именно сен ертегі жинайтындармен айналысады да олар. Себебі бәленің бәрі сөз өнерінен басталады, өнер алды қызыл түн. Жалпы мемлекеттегі адамдардың бәрі құрған кезінде бос сөз, бос әңгімеден құрайды. Сондықтан қазіргі біздің жастардың бәрінен үлкен бір тұлға шықпайтын себебі бос сөз, бос әңгіме, радио, телевидениеде, содан кейін хайп қуу, 1 минуттық рилстармен пытырлап ұрған кезінде
сен бүкіл өміріңді пашақ-пашағын шығарып жібереді. Енді оны абсолюттік болмыс дейді, ол экзистенция жасаған кезде құдіретті сөздермен сөйлегенде мәнді мағыналы сөз. Адам бос сөз, бос әңгімеге, даналықтан алыстап кеткен кезінде орталықта тұрған мәңгілік болмыс пен екеуінің арасында дихотомия басталатындығынан адам іштей ыдырап, қырыққа келгенде пашақ-пашақ шығып шашып кетеді. Енді раздробленность личности деп айтып, оның әңгіме кейін бөлек айтып беремін өзіміз отырғанда. Маған мен қысқа-қысқа айтып жатырмын жаңағыда, талқандап жатыр дегенге. Жібер. Так, енді қазақ мәдениетінің күйреуі. 50-ші жылға дейін құтырып келе жатты ол қазақтар. Қатты рухтанып кететін болған. Не үшін? Себебі Алматыдағы элитаның бәрі опера, балет спектакліне барған кезінде бүкіл жаңағы айтылған ғалымдардың бәрі осында бірінші, екінші қатарда отырып алып, апта сайын спектакль көреді. Ол операда мына Күләш Байсейітовалар жүр ме, Құрманбек Жандарбектер, билетті 3 ай бұрын аласың. Концерт апта сайын болса да, сенің алған билетің сентябрьде сатып алсаң, сен кезегі декабрьде бірақ келеді. Себебі мынандай концерт қойып жатыр. Қараңыздар, жібер, қыз жібекті. Соғыста тұрыңыздар. Маған көрдіңіздер ғой, 50-ші жылға дейін Алматының элитасы апта сайын жиналып алып, спектакльді көріп ұқтанады ғой. 51-ші жылы Правда газетіндегі жаңағы бәле шыққаннан кейін Шаяхметов қорқып кеткен соншама, мына екеуін репертуардан алып тастады. Сондықтан көре алмайды. Ал бұдан кейін ақ көрмей қалды деген кезде орыс мектептері күшейеді дағынан, бәрі орыс мектептеріне барады. Балаңды орыс мектебіне бердің ба, бол Аллах акбар деп тұсаумен шығарды. Маған қызықпайды. Көрдіңіздер ме? Процесс қалай жүріп жатыр? Жібер. Так, одан кейін 55-ші жылы Панамаренке келіп қалаттағынан, шашыраған ғалымдардың бәрін Алматыға жинап алаттағынан, 55-ші жылы Сәтбаев қайтадан президент болып шыға келеді. Кеттік жібер арбай. Так, мынау Михаил Усов, сіздер білесіздер, бұны Томскіде жүрген жерден бұл алып қалып, қымыз ішемін деп Баянауылға барып, сол жерде судья болып жүрген, қаншықпен танысып қалаттағынан, сен ғалым боласың, жүр кеттік деп Томскіге алып бармай ма? Алып барған кезде жататын жері жоқ, студенттердің бәрі мынандай партаның үстінде ұйықтайтын болған. Себебі стипендия, жатақхана салынбаған. Сосын Усовтың әйелі ұялып кетеді дағы, ойбай, 2,5 ай сен үйіңде тегін жатып, қуырдақ жеп, қымыз ішіп, күйеуің соны жазылып кетті, енді сен далаға жатсатын жайым жоқ. 3 бөлмелі үйдің 1 бөлмесін саған босатып береді дағы, Қаншқа босатып береді. Қаныш ол үйде 6 ай жатып оқиды, кейін өзі туберкулезін алып қалып, үйіне қайтадан кетіп қалады. Бірақ кейіннен даңқы дүркірейді ғой, енді кімсің пәленше болып. Даңқы дүркіреген кезінде, Москвада отырған кезінде бір күні үйіне, жаңағы отырған жеріне Қанышқа бір кемпірмен қыз келеді. Қараса, баяғы Томскіде өзі үйінде жатып оқыған Усовтың әйелі. Осылай Москваға көшіп келді, күйеуіміз өлгеннен кейін жағдайымыз жоқ, үй жоқ деп айтты. Қаншалықты 2 звонок жасады да, Усовтың әйелінен двухкомнатный квартира алып береді. Көрдіңіздер ме? Қарыздан құтылдық. Мынау Александр Затаевич, бұл да Қанышпен тығыз жұмыс істеп, ана қазақтың 500 күй әнін жинаған кезінде, өздеріңіз білесіздер, Сәтбаев бұған 25 әнді өзі орындап, өзіне алады. Сондықтан Затаевичпен екеуі өте жақсы болады да, бұл кейіннен 36 жыл қайтыс болған кезінде басына құлпытас орнатылмай қалған. Қаныш Сәтбаев бұның да қарызынан құтыламын деп, молаға барып, әңгі басына ақша бөліп, құлпытасын орнатып, Москваға келген адамдарды, қазақтарды арнайы Затаевичтің басына алып барып зиярат ететін болған. Кейіннен бұның қызы келеді тағын, осылай әкеміз өлгеннен кейін әбірішіп кетіп деген кезде Затаевичке бөлінген стипендияны қызына тағайындап тұрады, авторитетін салып сөйтіп та ары қарай дәл шегеді. Бұл қарыздан да құтылдық. Болып кетті. Так, жас ғалымдар дайындау. Бір ғана мысал айтамын, уақыт аз, мен тығыз қысып жатырмын. Нағымбек Нұрмұхамедов деген бұл Баянауылдың жігіті, атақты художник, Ленинградта оқыған. Бұл кішкентай кезінде жетім қалған. Соны айтады Бөпежа. Бір күн кабинетте отырып, бір жігіт келді тағы студент. Жолын ақша берші деп айтты дейді.
Сәтбаев алды да шақ етіп сейфін алды да мынандай бір пачка қағаз алды да мына саған ақшаны беріп жіберді. Бұл күнде жетім бала, жағдайы жоқ. Сосын не көрінген балаға ақша бере бересің деп, сен қызықсың деп. Өзімнің балам жоқ, екі ұлым екеуі де қайтыс болып кетті. Енді өзімнің балам сұраса да беремін. Не істеймін енді, қыздарым бәрі аяққа тұрып кетті, әйелім ақша табады, өзім ақша табамын. Осындай балаларға бермейміз бе деп. Жалпы мына біреуі ғана. Кейін бұл художник болып келеді ғой, сол кезде қызықты қараңыздар. 78 жылы замминистр культура болып, Өзбекел Жәнібек ана Қожа Ахмет Яссауи мавзолейін ашамын деп Түркістанға кетеді ғой. Сол кезде осы екеуі бірге істеп, ең бірінші 80 жылы Қожа Ахмет Яссауидің мавзолей туралы альбомды осы екеуі шығарған. Қараңыз, Сәтбаевтың еңбегі ақталды ана жерден. Одан бөлек Сәтбаев болашақ ғалымдардың бәрі мына жерден шығуы мүмкін деп, мынау пойызбен келе жатқан кезінде Оралдан бастап, екі қалтасы толған ақша, бір чемодан ақшасы бар, перронға түсіп, мынандай қайыр сұрап жүрген қазақ балаларын бәріне ақша тарата беретін болған ана жерден. Өйткені оның қайсы ғалым болатынын сен білмейсің деп. Сондықтан Бөпежан айтады, мынандай түйін қылып, түймешек ақшаның бәрін алып барамыз деп, Москваға барған кезінде студенттер бәрі кезекке тұрады дейді, сәлем береміз. Келгеннен кейін отырғызып қояқтағын принцип түрде бәрімен қазақша сөйлеседі. Бірінші аты жөнін, руын, несін, шежіресін бәрін тарқатады. Так, не оқып жатсың? Қашан бітіресің? Ақшадан қысылып аласың ба? Мә. Саған, мә. Бір чемодан ақшаны таратып кете беретін болған екен. Сондықтан мына қазіргі сіздер Қазақстандағы оқып жатқан вуздарда жүрсіздер ғой, әр жерде институт, сол жерде біреу ректор болды, біреу проректор болды, біреу декан болды, кафедра болды. Соның бәрін біз білмейміз. Солардың бәрін 55-60 жылдары 100-200 адамды Москва, Ленинградқа айдап, бәрін өзінің қолымен ақша таратып отырып, Сәтбаев біреу істеп тастаған. Көрдіңіздер ме? Қазақстанға ғалымдар жалған ғой айтқандар. Ал мынаны қысқа ғана айтамыз. Мынау бір күні пойызда Бөпежан кетіп бара жатсақ, Әуезовтің көңіл күйі жоқ дейді. Неге деп еді, елден хат келіп жатыр, осылай да осылай. Абай ауданында жарылған бомбадан адамдар өліп жатыр, мал қырылып жатыр, осындай адамдар өзін-өзі өлтіреді, іш тастайды. Соны сенесіздер ме? Ең бірінші Семей полигонын тоқтатамын деп, Мұхтар Әуезов пен Сәтбаев екеуі кіріскен, Москваға барып Курчатовқа дейін кірген. Тоқтатсаңдаршы, ана бәлдерін қырып бітетін болдыңдар ғой. Ойбай, ешқандай зияны жоқ, ол өтірік, әшейін халық басқа нәрсемен ауырып жатыр дегеннен кейін медиктерін алғандағын барында кетіп, команда құрастырып, бұны Абай ауданына жіберіп, ең бірінші зерттеп, тексеріп, зияны бар деп заключение шығарып, қорытынды жасап жатқанда, мына екеуі түнде КГБ-ның офицерлері ұстап алып, қорықты, қорытындының бәрін өтірік жаздырып алып келеді да, бұл Сәтбаевқа жалған ақпарат береді. Бірақ Сәтбаев енді ақымақ емес қой, алданып қалмайды ғой. Қорқытқанын бәрін көріп біледі, жақсы мақұл деп папкаға салады да қойып қояды. Жалпы Семей полигонына қатысты ең дұрыс зерттелген қауіпті деректердің бәрін зерттеп академияның архивіне сақтап қойған Қаныш. Кейіннен уже Семей полигонын жабу туралы әңгіме басталған кезде осы ақпараттардың бәрі қайтып шығады да, ал мына екі ғалым кейіннен сыр тарап полигон жабылғаннан кейін қайтадан баяғыда біз жалған ақпарат бергенбіз, негізі дұрыс емес деп екеуі ағынан жарылған. Көрдіңіздер? Оны кітаптан оқып аласыздар. Жібер. Так, енді мына 61 жылға келді. Бұл қанды майданда екеуі бірге төбелесіп, бірге соғысып келе жатыр. Екеуінің де арманы бүкіл ғылымның бәрін қазақша сөйлетеміз деп соған дайындалып жүрген тұғын. Бірақ негізгі идеолог қазақ ұлттық мемлекетін құрамыз деп Әуезов қой келе жатқан. Сол 61 жылы Әуезовтің ойламаған жерден ауырып Москвада қаза табуы, бұл кәдімгідей Сәтбаевтың бір иығы несі қанаты сынады ана жерде. Енді сіздер авторитет дегеннің қандай болатынын ұмытып қалған шығарсыздар. Мына көріп жіберіңіздер мына видеоны, кәні жібер. Халық қандай? Похорон көрмегенде шығарсыздар деп ойлаймын. Қазір ойлаңыздаршы, Қазақстанда, Астанада, Алматыда қандай адам өлсе мынандай болып жиналуы мүмкін. Міне, болмыстың бөлшектенуі деген осы. Ал мыналар қалай жасады? Құдайға ұқсайтын адам деген осылар. Бұның өте құпиясы ғой, оны кейін өздеріңіз не аласыздар. Осы похоронның ішінде медеу сәрсеге болған жап-жас. Соны үйіне отырғанда айтып берді. Әуезов қайтыс болғанда Сәтбаевты көрдім, барып қабірдің басына сөз сөйледі. Сонда Райымбек көшесінің екі шетін кернеп, адамдар ұзындығы 10 километрге созылды. Сонда ойлады, сен жерде келе жатсың, тағы 10 километр алда кетіп бара жатыр. Сыймай адамдар ана жерде. Енді ары қарай жалғасып, так, Маңғыстау үшін талас. 61 жылы Маңғыстаудан мұнай шығады, өте мол қоры.
оған Әзербайжан, Түркменстан, Россия үшеуі таласып, Хрущев деген жында ана бас істемейді. Отырып алғандағыны Советский Союз мәңгі бақи тұра береді деп ойлаған ғой, ақымақ. Сөйткенде какая разница, қазақтың жеріне түркмен бәрін мұнай бірге келсек болды емес пе? Сәтбаев бәленің бәрін біледі, оның тарайтынын да, ыдырайтынын да, әр халық өз еншісін алып кететінін ол біледі ғой тарихтан, терең адам ғой. Сөйтіп айтты, ни шагу назад, бір метрде жер бермейсіңдер аналарға деп тұруға. Сөйтіп бұл соғысқа Маңғыстауға қорғау үшін Шахмардан Есенті жібереді, өзінің учениемен. Ал өзі үйінде отырып телефонмен. Сөйтіп Хрущевтің жиналысына қатысатын академиктердің бәрін телефонмен отырып өзінің жағына шығарды. Даже премьер-министр сөзі Косыгинді өткізіп отыр. Хрущев одан хабары жоқ, ол жиналысты ашқан кезінде отырғызып қойып, ал енді Маңғыстауды не істейміз, қай жаққа береміз? Қазақтар игеремайды деп отқанда Шахмардан одан тұрады, тоқта, жетек инженер деп олар қулық қылады. Ана Түркменстанға өтіп кеткен адай қазақтардың бәрін өзіміздің мұнай ашқанда қайтыңдар деп бәрін кері қарай көшіріп алады. Содан жиналысты ашқан кезінде бәрі тұрып тұрған, Сәтбаев бәрін келісіп қойған, аттағаны Маңғыстау Қазақстанда қалу керек, дауласламайды. Никита Сергеевич ең сонда Косыгин сен не дейсің дегенде, я за Шахмардана дейді ғой, сол кезде текстильщик, сен өзің шаруаны біліп ал деп, шашын жылай десе шашы да жоқ бейшара. Сонымен Хрущев тынады шаруасы. Сонымен Маңғыстаудың мұнайы бізде қала ма, Сәтбаевтың авторитетіменен? Мына сіздер отырған сарай бар ма? Мына мақтанып жүрген арқаның төсіндегі әлемде жоқ қалам, Астанам деп шулап жүрсеңдер, мына Астанаңыздағы жарқыраған зданиялар, мына светіңіздің ақшасы, үйіңіздегі алып отқан пособиеңіз бар ма? От и до соның бәрі дотацияда отыр, бәрі Маңғыстау мұнай жауып отыр. Ешкім Сәтбаев жауып отыр. Мына тұрған мен оранып алған себебім дала суық, жел тұрып тұр. А менің артында бұл Сәтбаев әулетінің қорымы, ана тастардың, мына бері тас емес, ар жақта қорғанды Қаныш Сәтбаев 59 жыл қалайды. Енді ол жылы бұл кісі неврозға ұшырайды. Яғни үйіне бармадым, ата-бабамның басын қарайтып бардым, тас болмады дейді тағына. Сөйтіп тағына қызықты қараңыздар. Бөпежан шақырып алады, бері кел деп. Сөйтіп тағына тастарға жазулардың бәрін тексті беремін. Тасқа қашап жазасың да, Баянауылға алып барасың. Мен ар жақтан келемін, Айыртауға. Сөйтіп Қарағандыдан екі жақтан жолығады тағына. Ол дақпырт тарайды. Осындай Қаныш өзінің туған жеріне келе жатыр екен, ата-бабасының басына ас береді, басын қарайтады деп. Мынаны сөйлеп жігіттердің бәрін жинап, цементпен, таспен қалап, әке-шешесінің басына тас орнатады. Себебі бұны 5 жасынан бастап молдаға беріп Құранға түсіріп, бұл Ясинді оқитын болған кезінде 7-8 жасынан бастап әр жұма күні әкесі Имантай, балам бүгін жұма, әруақтарға құрмет көрсетеді, түркеттік деп алып барады. Дәл осы моланың басына барып, бәрі тізерлеп отырады. Бірінші Имантай өзі Құран оқып келеді, бәрін әруақтарға. Енді өзінің шешесі, биологиялық шешесі Әлима келген кезде шешеңе Құранды сен оқы деп, өзі оқитын болған. Сондықтан бұл тәрбие болған әбден сіңеді. 59 жылы мен әке-шешем басын қарайтын деп барады. Барған кезінде Қаныш әке-шешесіне ас берейін деп жатыр деген әңгіме тарайды. Кешіріп қоясыздар, мынаны естеріңізде болсын. 59 жылы ашық Құранын оқып, ас беру деген өте қауіпті нәрсе, өзі сені қудалайды кәдімгідей. Сонда нағылы барғандағыны ас берейін деп Құранды өзі оқиды. О да қари, Құранды 40 жаттап алған, білмейтін жоқ. Сөйттағыны әкім қаралардың бәрі қой деп айтудың орнына керісінше Сәтбаевқа болысып, біреу киіз үйін әкеп, біреу анаусын әкеп, біреу жылқысын сойып, біреу қойын сойып, бұл жерде үлкен ас болып кетеді кәдімгідей. Сөйтіп әке-шешесінің басына барып, соңғы рет Құран оқитын қайтып келе алмағаннан кейін 64-те өзі қайтыс болады. Көрдіңіздер ғой, мынаны естеріңізде болсын. Егер жолдарыңыз түсіп жатса, мына Баянауыл жаққа міндетті түрде мына жерге барып, мен осы Құран оқып кетсеңіздер, мынау іске болады. Кеттік. Сонымен міне дәләп күші әлсіреп келе жатыр. Мұхтар досы кетіп қалды. Властьпен арасы жақсы емес. Орталық комитет бұны қудалаудан қолға салмай жатыр. Бұны ақшадан қысып жатыр. Бұл ерегісіп жатыр аналармен, Москвадағы достарын әйтеуір пайдаланып сөйтіп тұрған кезде 63 жылдан бастап бұл кісінің денсаулығы нашарлайды. 64 жылдың міне январына келген кезде бұл кісі не салады. Енді ақырынды қараңыздар қалай болады сол кезде. Жібер. Қандай адам қайтыс болып отқанын сұмдық қой мынау деген. Жібер келесіне. Мынаны міндетті түрде айту керек, қанша жерден нер ысып кетсе де.
мына көркем мінез құлық деп тұр ғой, иә, Сәтбаев ортада отыр ғой, оң жағында отырған Штифанов, сол жағында отырған анау Саид Сайфуллин деген татар. Мына екі өте қызық сурет. 41 жылы бұны Алматыға қызметін көтерген кезінде мына екеуін ана шегір көзбен татарды алдына отырғызып қойып ант су ішкізген. Жігіттер әлемде жоқ команда құралды, мінімен баяғы зорман аулап, түйеменен жаңағы су тасып жүрген қазақтардың бәрін 15 жылдың ішінде первоклассный бұрғы шығып шығардым. Бұндай команда қазір союз бойынша ешкімде жоқ, сендерде ғана бар. Бұлар ең қиын қыстау кезде 31 жылдың 32 жылдың ашаршылығына 200 грамм нанға көніп 5 грамм маймен тамақ ішіп, осы Қарсақбайды ашқан кезінде мен қасымнан қашып кетпей қалған жігіттер еді. Осыларды пенсияға шығармай, біреуіңді жұмыстан жібермеймін деп мен уәде бергенмін. Сол уәдемде тұру керек, мен кетіп бара жатырмын. Мына жігіттердің біреуін ренжітетін болсаңдар, екі дүниеде риза болмаймын сендер. Мына шегір көзбен ана татар отырып алып, ойбай Қанеке не дегеніңіз, міне иманым, міне жаным, ант су ішемін деп екеуі ант су ішеді, бірақ кейін сатып кетеді. Анау бер жағындағы оңбаған вообще 70-ші жылдары Центральный комитетке арыз жазған. Осылай да осылай мен негізі жезқазғандағы мысты мен тауып едім, Сәтбаев пайдаланып кетті. Көрдіңдер ме? Оны ана қуғындалған Сәтбаевты медеу сәрсекең мынандай тұрып мөлдіретіп жазған. Барып ұстап қойған оған, ұялмағыр ұятсың ау не деп. Ойбай, мен біреулер азғырды, қартайғанда мен қара бәсті деп отырмын. Бірақ екеуі иттік қылса да, екеуіне де жағдай жасаған. Арыз жазатын білсе де. Ана таспен ұрғанда аспен отыра берген. Кеттік болды. Так, мынау Шөкин екінші президент, жіберіңіздер бұны. Так, үшінші Шахмардан Есенов академияны ұстап тұр әлі. Бірақ бұл Сәтбаевтың 79 жылы ма, 69 жыл кітаптары, 69 жыл Таисияның бір кітаптарын шығарам деп, Центральный комитеттің қырына ілігеді, бұны жұмыстан қудалап, құртып, ақырында жоқ қойып жібереді. Так, Евней Букетов, ең соңғы кандидат, осы академияны көтеремін деген Қарағандының жігіті, атақты химик, осы Жасқаншы жазған. Бірақ бұның да үстінен арыз жазып, Жасқаншы деген кітабы жазылып, болып, сырты түттілейін деп тұрғанда Центральный комитет тағы да бұның үстінен келеді, арыз сүрет тағын кітабын бәрін өртеп жүрген. Сондықтан бұл кісі 58 жасында 83 жылы жүрек ұстап қалып қайтыс болып кетеді, жіберді. А мына уже маған айтып жатыр осы оқиғаның бәрін. Былай болды. А мен Москваға кетіп қалдым деп жіберді. Сөйтті Әлкем Арлан шақырып алады тағыны, сен бала енді қаныш туралы мына айтылған ерліктердің бәрін кітап жазасын дейді. Бұл кісі амалсыз көндігіп жіберді. Сөйтті тағыны Таисияға барады, кітап өртеліп кеткен 76 жылы марттың соңғы декадасында. Осылай медеу енді Алматыдан шығара алмайсың, мен саған 4 телефон беремін, енді Москвадағы қаныштың достарын жағалайсың дейді. Достары, мінекейлеріңіз, біреу Косыгин, біреу Ефим Славский, біреу Антропов. Мынауыңыз премьер-министр, мынауыңыз жаңағыда атомный бомба шығаратын, ракета ататын министерствоның өзінен орта машинада өтіп атын өзгертіп қойды, негізі атомный бомба жасайды. Ақтаудағы теңіздің суын тұщытатын атомный реакторды Қаныш Сәтбаев осыған орнатқызған. Екінші Өскеменде көтереді. Одан кейін анау Петр Антропов соның замы. Сосын Қазақстанда 75 жылы өртеліп кеткен кітапты 80 жылы Москвадан шығатын кезінде тікелей осы екеуі көмектеседі. Жібер. Мына Славскийдің Өскеменде тұрған ескерткіші, ел жұрт түсінбейді, нағып тұр, орыс деп. Бұл Қаныш Сәтбаевтың лоббиі сөйді. Мынаны министріне депутатқа Қазақстанның атынан сайлатып қойып, сосын бұл 86 жыл жұмыстан кеткенге дейін жұмыс істеп кеткен Қазақстанда. Көрдіңіздер ме? Жібер. Мына кітап атақты. Уже кітаптың бәрі өртеліп болып бітті. 49 жылға 50-ге толған тойлатады, 59 жылы 60-ға толып жатыр. Қаныштың көзі түрі Центральный комитет туған күн тойлауға тыйым салып тастаған. Сәтбаев 60 жылдығын өзінің әшейін Кисловодскіде бала шағасымен тойлаған. Қазір 69 жылы Шахмардан Есенов туылды. 79 жылы барлық газет радионың бәрін жинап алады. Сәтбаев туралы бір мақала шығатын болса, мойындарын жылан дейді. Бәрі мақұл деп көнеді. Болды, осымен Сәтбаев тарихтан кетті, аты өшті деп деп шеф отыра берген кезде медеу сәрсекең мә саған дейді, басынан банк еткізіп бомба тастап жібереді. Мынау Москвадан 100 мың тиражбен. Әне. Көрдіңіздер ме? Жібер. Мынау Маңғыстаудағы темір жол. Маңғыстауда білесіздер ме? Қазір зорға барып зорға келесің. Бара алмайсың, жол жоқ. Ана темір жолдың өзін Славскийді мақтап Сәтбаев 61 жыл төсеп тастаған маған. Ол 930 километр төсеген кезінде айтқан, не бар ол жақта Ақтауда деген, бара берсей салып, сен барғанша мен тауып қоямын деген ғой. Ана бейшара Сәтбаевтың авторитеті баса бер деп баса берген айдаламен. Сол үстінен арыз түскен оның, мына отдачасы жоқ, айдаламен темір жол төседі, жынды ма бір бөлім, мына басы істемейді деп. Сөйтіп мемлекеттің ақшасын талан тараж қылып деп, Славскийді сотқа кететін болып, сотталайын деп отқан кезде 61 жыл мұнай шығып кетеді тағына. Сонда Славскийға ойпыманына көреген әулие екен, мұнайдың барын қайдан біледі, ол медаль тағып қойған. Сөйтіп Славский ұялып кетіп, енді Қаныш Сәтбаевтың медалі негізінде ана социалистік еңбек ерін ана келесі жылы ұсыныңдаршы деген. Сөйткенде олар алаттағына социалистік еңбек еріне 62 жылы Қаныш Сәтбаев ұсынады. Сөйтсе Алматыға одобрение берілсе, біздің Центральный комитет алғандағы ол трайбалист андай мындай алашорда пәлен пәшін мынандай арыз жазып кері қайтарып жүрген ғой.
сөйтіп тұрғанда қаныш саған одобрение сұрап еді, мынандай хат келді. Ну, значит, я недостоин, мой народ лучше знает, кетіп қалған мына жерде қоя берші. Значит, медальмен шаруасы болмаған адам. Содан қайтыс бола ма? Қайтыс болғаннан кейін бар, енді ескерткіш жасап келді, центральный комитет енді әруақты издеваться етеді. Сәтбаевтың ескерткіші өлгеннен кейін 2 метрден аспайтын болсын, сосын гипстен соғасын дейді. Не сөз гипстен? Гипстен айналайына менікі тұрғызбайды ғой. Сосын Москваға барады, Бучечка атақ білсін үшін. Сосын мынау тұрып айтқан, бастарың істейміз енді. 2 метр деген мынау ғой, мынау. Сонда гипстен дейтін жаңғырақ жеп қойды ғой. Сосын центральный комитет мен сметамен осындай ақша берген дейді. Олар тұрады да, сосын айтады, тоқтай тұр, айналайын. Ақшаң жоқ болса, мен алып қосып беремін. Мынаны көлден соғамын дейді. Сөйтіп тағын 4 метр жерген. Жібер. Маған көрдіңіздер ме? 4 метр. Мынандай Бучечтің істеп жүрген өзінің несімен. А бұны ақшасына, бұның уже шығынын кім көтерді дейді тағына, Бөпежан аяп берген тақпелікті қысады. Сен не үшін гипстен соқпайсың деп. Сөйтті оны қорқытып, енді мойнын жыламыз сен деп. Мына ескерткіш тұрғызған үшін моласының басына. Алматыда тұр қазір. Сөйтіп, оның 94-95 жылға дейін қорқып кетіп, дерек бермей қоятын себебі сол. Ана Шишка 93 жылға айтты. Жібер. Міне, сонымен Сәтбаевтың аты өшті, болды, бітті шаруасы. Енді ешкім оны танымайды деп отырған кезде Өзбекәлі Жәнібек келіп қалады тағына. 88 жылы Медеу Сәрсекенің 5 жыл өтіп кеткен қазақша кітабын 30 мың тиражбен шығарады. 89 жылы оның уже 90 жылдығы болған кезінде Медеу Сәрсекені шақырып алып, Семейде жатқан жерінен 100 мың тиражбен қайттан шығарып жіберген. Сосын сіздер мына Сәтбаев қаласы деп жүрсіздер ғой, Сәтбаев қаласы оған дейін Никольск туын. Мына алады да Сәтбаев бір жүреді. Алматыға барғанда Сәтбаев көшесімен жүресіздер ме? Сол Брежнев атында болған. 89 жылы алғанда Брежнев. Иди Вася деген. Ана қолында алған Сәтбаев, осы жерде оқып аласыздар. Бұл кітапты әдейіге принциптерде басып шығардық. Жаңағы Сәтбаевтың әруағымен алысып жүрген онша емес ағамыздың аты жөнін осы үшін оқып аласыздар. Бұл жерде айтпайын. Жібер. Amma міне енді бұл не әңгіме енді? Болды, осы жерден тоқтайды тағына, бәріңіз енді осы жерден неден залдан бір адам шықпайды қазір. Сіздер мына жерге енді келіп, ой, кеш жақсы өтті, 2 сағатқа созылып кетсе де, сәл жаңағыдай іші ысып кетсе де, жақсы әңгіме тыңдап қайттық, күшті болдық деп қайтпайсыздар енді. Сіздерден қазір бәріңізден қолхат қойдырып аламын. Мен қазақ қоғамына бір Қаныш Сәтбаев сыйлаймын деген. Мына жердегі ата-аналар, отырғандар бәрін мойындарына жүктеймін қазір. Көрдіңіздер ме? Ана жаңағы 24 жыл шығарғаны үшін үстіне тонна арыз жазған тұғын, енді біз ерегісіп, баяғы шовинистер мен коммунистердің Қаныш Сәтбаев жасаған қиянатын қайтарған кезде атам заманда оқыған адам бар, моласын тек білгеннен пайда жоқ. Одан да солар қандай құндылықты жойды, соны тірілтесін де балаңа үйретіп өзің оқып аласың. Болды, Қаныштың тегі сөйтіп қайтады. Тек аламыз, болды. Жібер келесіне. Мына кішкентай кезінде оқыған кітаптары, бұның бәрін Медеу Сәрсекенің қазақтың Қанышы деген кітапты оқысаңыз, кішкентай кезінде Қаныш оқыған кітаптар тізім береді. Сол тізімдер бойынша тұрғыттағы мына Кенесарыны, нені, елдерден зылиха, қазалдар, ләйлі мәжін, осының бәрін үйлеріңізге барасыздар да, өзің де оқисың, балаңа да оқытасың. 5, 6, 7, 8, 9, 10 жылдан кейін жаңа Қаныштар қаптап шықпайтын болса, біздің саудамыз бітті. Жібер. Мынау міне тура сол Имантай бидің кішкентай кезіндегі стилі. Қандай қиссалар оқытты, қалай сияр оқытты, қалай санамақ жаттатты, қандай тақпақ. Жібер келесіне. Так, 21 ғасыр. Ona қараңдар. Экзистенциализмде бұнда былтыр мен Өзбекәлін айтқан кезде, Қуыскеуден айтқанда бүйтіп айтқан тұғым сендерге. Ғалымдар бүйтіп характеристика береді әр ғасырға, иә? 17 ғасыр математика ғасыр, 18 ғасыр физика ғасыр, 19 ғасыр биология ғасыр, 20 ғасыр атом ғасыры, 21 ғасырды бессмысленный век. Мәнсіз мағынасыз Қуыскеуде дәуірі деп атаған. Сөйтсек, ол қате екен. 21 ғасыр Қаныш Сәтбаев ғасыры болып шықты. Көрдіңіздер ме? Себебі Медеу Сәрсеке 80 жылы шыққан кітабын алып, Славскийдің кабинетіне барып, оған қолына беріп, екеуі әселден қатты сөйлесіп отырған кезінде, сол жерде я айтты, я хатпен жазды, маған анық емес, бірақ точно осындай сөз бар. Молодой писатель, извини меня за мои резкие слова, но вы, казахский народ, все еще не осознали, какого человека вы потеряли в виде Сәтбаева, но его время обязательно наступит. Ну, скорее всего, это произойдет в 21 веке, деп айтқан. Әрбір ата-ана және әрбір мұғалімнің міндеті. Енді осы жерде отырған кішкентай бала, әйел, әже, мен өмірім өтіп кетті, ыстырдың кезінде бізді Құдай жоқ деп оқытты ғой, мен коммунист болдым ғой деп сылтау айтпайсыздар.
сіздер жаңағы назарбаевтың дәуірінде біз жаңағы жемқорлыққа үйреніп қалдық қой демейсіздер. Жастар жаңағы біз космополитпіз, анау мынау жаңағы мен дінге сенбеймін деген сияқты әңгімелердің бәрін доғарасыңдар. Бәрін Имантай бидің Қаныш Сәтбаевты қалай оқытты, сол тәрбиесін түгел копировать етіп аламыз енді. Бұдан былай бір-бірлеріңізбен жолығып сөйлесіп қалған кезде сенің үйіңде Қаныш қалай өсіп жатыр? Ередеген бітірдіңдер ма? Сұрақ жауапты бәрін үйретесіңдер ана жерде. Басында не бар? Тәждәулет. Көзінде не бар? Нұрмұхаммед. Құлағында не бар? Азанмұхаммед деп сұрайсыңдар. Себебі ғылымда редукционизм деген болады. Ол не? Редукционизм деген мынандай Құдайға ұқсайтын болмысты кішірейтіп мынандай түкке тұрмайтын пайдаланатын затқа айналдырып жіберсе, соны адамның редукцияға ұшырауы дейді. Сондықтан болашақ таныштар не үшін шықпайды, не үшін әуездіктер тумайды деген сұрақтың бір-ақ жауабы бар. Оның түбіне жеткен нәрсе ұбт-дағы бал. Сен өсетін баланы қазір тек қана 130 балмен патологпен есептейсің. Ашылған спецшколдардың бәрі болашақ таныштардың бәрін жойып жібереді. Не үшін? Ана жекеменшік мектептің директорларына барсаң, бәрінің айтады: біз нишқа пәлен бала түсіреміз. Біздің мектепте бәлен бала 130. Не әңгіме сол енді? Өзі ойлашы сен, Имантай би баяғыда Сәтбаев отырғызып қойып ана жерде Қаныш айналайын, қанша 10 бала алдың ба, 5 алдың ба деп отырма, мысалға оған айтады: көке, кісімен амандасасың, әруақтарға құрмет көрсетесің, молаға барып Құран оқисың, жаңағыдай қонақтарды күтесің, өзі тәрбие солай жүреді. Сондықтан бұл жерде жаңағы мектептің директорлары, завуштар болатын болса, бәріңізге енді бұдан былай тыйым саламын. Сіздермен кездесуге барған кезде мені Құдай үшін ана жердегі ана құрмет тақтасының алдына алып барып, біздің мектептен пәлен бала 130-дан 130 жинағанда көрсетпеңіздерші. Ол уже адамды қорлау. Түсініңіздер ғой, сондықтан ғылымда осылай айтады бұны. Олар да айналысқан. Сондықтан қазір болды, 21 ғасыр, Қаныш ғасыры болды ма, менің балам Қаныш сияқты ғалым болады, Қаныш сияқты осында академик болады деп тәрбиелей беріңіздер. Қарасайшы, балдардың бәрін осында құндылық сіңірмеген, көздерінде от сөніп қалған, қолынан ұстап алып 13 жасар, 14 жасар болып өскенде кім боласың сен? Басы сауылып бүйтіп тұрады. Білмеймін, мамам бизнесмен бол деген, деп бизнесті басындасың сен. Сондықтан көрдіңіздер ғой, миллион спецшколға сен балаңды апара бер, анаусын апар, биыл бірдеңе, ештеңе де болмайды. Қай оқу орталығына бересің? Қай балаға тәңірлік азапты халқының өрге сүйреу үшін қай жерде жүктейді? Қай кезде адамдық борышты сен баланың мойнына жүктейді педагог? Сол жерге апарып бересің. Пока Астана қаласында бір ғана оқу орталығы бар, Алқа академия деген. 200 квадрат жер бар өзі. Сол жерде ғана оқытады бұны. Көрдіңіздер ғой? Алматыда жоқ, басқа жерде жоқ бұл қазір. Астанада ғана бар. Ертең сол көбейеді. Енді үйлеріңізде бәріңіз өздеріңіз іштей осындай Құдайға ұқсайтын адам боламын деп Қаныш сияқты үлкен болмысқа қарап тартылмайтын болсаңыздар, онда айтып демеңіздер. 15 жылдан кейін сіздерді мынау редукция қысып өзіңнің неге ұқсап қалғанын түсінбей қаласың. Сонымен менің әңгімем осымен бітті. Бұдан да көп әңгіме бар, эксперт бітіреміз, болды, осымен тамам. Айтты.